Ауыл шетіндегі тақтайы шіріп, қаңылтыры желмен ырғалған ескі үйде тұратын Төкен шал бір кездері ауған соғысында ротаны басқарған аңыз адам еді. Қазір сүйретіле жүретін, бірақ тілі қылыштай қар. Қолынан шылымы, аузынан шым-шым қалжыңы түспейді. Сендердің мынау телефонмен атысқан Майнкрафттарың менің көзіммен көргенмен аланған дала емес, деп талай балаға зекіп тастайтын. Ауыл балалары басында шошынып жүретін. Кейін білді, Төкен шал соғысты қанша еске алса да, арасында күлкі мен шындық аралас бір түрлі әңгімелер айтып отырады. Содан бері бәрі күнде кешкісін шалды тыңдауға жиналатын. Бір күні Төкен шал былай деп бастады. 1984 жыл. Қапыда қалғанбыз. Душмандар тау арасынан шығып постымызға лап қойды. Біз шай ішіп отырғанбыз. Ыстық нан мен кәмпит жеуге енді кіріскенбіз. Бір әпенде жауынгеріміз гранатаның орнына кәмпит лақтырып жіберіпті. Балалар ду күлді. Бірақ шал жымиып қойып, артынша өз гранатасын тауып дұшпанның көзін жойды. Әзілің де, ерлігің де бір оқтың үстінде жүретін заман еді ол. Сөйтті де күрсінді. Балалар үнсіз қалды. Бір сәт күлкіден кейін үнсіздік орнағаны соғыс шындығының салмағы еді. Ал бір жолы, деді шал, мен түймен шекарадан генералды алып өтпек болдым. Түйе мінезді мен сияқты. Талай мінбеген, қайтпайтын қырсық. Отырып алды да тапжылмай қойды. Не істедіңіз? Деді бір бала. Генерал ашуға булығып, қазір бұйрық берем, мына түйені танкпен сүйретем, деді. Мен айттым, түйені сүйресеңіз, ауған даласында жалғыз командирсіз қаласыз, дедім. Генерал басында түсінбеді. Кейін білді, түйе соғыстың емес, өмірдің мектебі. Қайта міндік, түнделетіп шекарадан өттік. Бір қызық жағдайды шал әдейі күліп отырып айтып еді. Ауылда бір кемпір бар еді, соғыс кезінде шпион болған. Кеңес үкіметіне емес, күйеуіне. Күйеуінің қайда жүргенін аңдып, бүкіл майданға телеграмма жіберіп ұстатыпты. Сонда ше, депті күлді тыңдап отырғандар. Артынан өзі еріп барған. Жол жөнекей офицерлерге бәліш пісіріп, солдаттарға байпақ тоқып берген. Майдан даласына өз еркімен жетіп күйеуін тауып алды. Ақыры екеуі қосылып бірге Берлинге жеткен. Сөйтіп шпион емес, махаббаттың майдангері болып шыға келді. Шал бір күні тым салмақты отырды. Балалар жиналып келгенмен сөз басталмады. Бір кезде, соғыста ең ауыр нәрсе үнсіздік еді, деді. Достарың бір сәтте жоғалып, тек олардың рюкзагында қалған темекісі, фотосы, сағаты ғана қалады. Сен үнсіз жүріп, олардың көзқарасын, дауысын, күлкісін сағынасың. Сол бір сәуірдің салқын күнінде Төкен шал ескі киіз үйдің жанындағы тапшанға отырып, ыстық шайдан ұрттап отырды. Үстінде көнерген шекпен, басында қара тақия. Қолындағы кесе буы будақтап тұр. Ол үнсіз еді. Бірақ іштей сөйлесіп отырғандай. Біресе аспанға, біресе жерге қарап, өткен өмірінің парақтарын қайтадан ақтарып отыр. Мына шайдың буы соғыс даласындағы түтінге ұқсап кетеді. Бірақ шай жан жылытса, түтін көз күйдіретін еді. Шай ішіп отырып, шал қалтасын сипалап, бір тал көк темекі алды. Қағазға оралған, иісі ескі естеліктей. Әй, Сағадат, сенің күлкің осы темекідей еді, түтінмен бірге жоғалып кеттің ғой, деп күрсінді. Ол Сағадатты еске алды, взводтағы серігі, соғыстағы әзіл қой досы. Бірге қарбыз ұрлап, бірге окопта жатқан күндерді. Ең соңғы рет бомба жарылғанда Сағадаттың сен тірі қал, шал. Екеумізге бір өмір жетпейді дегенін. Сол күннен кейін Төкен шал ешқашан күлкіге қатты берілмеген. Түстен кейін көлеңке ұзарып, Төкен шалға ауылдың кішкентай баласы ерсін келді. Үстінде мектеп формасы, қолында дәптер. Ата, маған шығарма берілді. Батыр туралы жазуым керек. Мен сізді жазғым келеді. Төкен шал жымиды. Кесесін үстелге қойып. Шырағым, мен батыр емеспін. Мен аман қалған адаммын. Нағыз батырлар жердің астында үнсіз жатыр. Бірақ сіз соғысқансыз ғой. Соғыс қолыңмен жасалған дүние. Бейбітшілік жүрегіңмен ұсталатын нәрсе. Мен жүрегімді соғыстан кейін ғана таптым. Сол кеште шал балаға бір хикая айтып берді. Бір жауынгер неміс сарбазын тұтқынға алып өлтірмек болады.
Бірақ тұтқын қалтасынан баласының суретін шығарып, үнсіз көрсетеді. Жауынгердің жүрегі дір ете қалады. Сол сәтте соғыс тоқтағандай болады. Ол сарбазды босатады. Көп жылдан соң сол неміс баласы Қызыл Крест арқылы қазақ жауынгерін тауып, алғысын айтқан. Кейде бір сурет 100 гранатаға татиды. Ерсін тыңдап отырып дәптеріне былай деп жазды. Батыр адамды өлтірмеген адам. Сол түні шал төсегіне жатпай, киіз үйдің алдында ұзақ отырды. Аспанда жұлдыз көп. Бір сәтте соғыстағы досының даусын естігендей болды. Төке, саған шай құйып қойдық. Жақсы, саға бір-екі ұрттап барам. Таң ата ауылдың иті үріп, таң нұры төгілгенде, шал сол тапшанда көз жұмып отыр екен. Кеседе шайдың түбі, жанында баланың дәптері. Бүгінде сол тапшан әлі тұр. Қасына Төкен атаның шай үстелі деген белгі қойылған. Әр келген адам кесе алып, үнсіз шай ішіп отырады. Өйткені бәрі біледі, бұл жерде шай ішкен адам өмірді ұмытпайды. Төкен шал көз жұмғаннан кейін, ауылдың балалары қобдишаны ашуға батпады. Бірақ 3 күн өткенде ауыл мұғалімі Гүлсім апай мен ауыл әкімі келіп, салтанатты түрде ашты. Ішінде сарғайған фотосуреттер, медальдар, бір ескі кассеталық диктофон мен хат бар екен. Хатта былай жазылыпты. Менің өмірім бір ғана соғыс емес. Нағыз майдан соғыстан кейін басталды. Кім тыңдаса, менің қалған хикаямды естісін. Кассетаны ауыл мектебінің жалғыз қалған ескі магнитофонына салып тыңдаған кезде бәрі аң-таң болды. Шалдың даусы диктофоннан күмілжіп шықты. Бұл менің ұратамдағы ең қызық сарбаз туралы. Аты Жанболат. Бірақ бәрі оны Жанболат жындейтін. Неге дейсің бе? Себебі ол ұйықтап жатып саппен жүріп келетін. Бір жолы түнде казармада бәрі ұйықтап жатқанда, Жанболат көзін жұмған күйі сапқа тұр деп айқайлап сыртқа шығып, айналаны 3 рет айналып шығыпты. Таңертең командир оған: неге түнде марш жасадың? Десе, Жанболат: саппен түске кіріп кетіп едім. Түстен оралдым, жолды ұмытыппын деген екен. Шалдың тағы бір әңгімесі күлкіден шек сілеңді қатырады. Соғыстың арасында бір апта тыныштық болды. Біз жақтағы бір командир ауылдың шетіне барғанда, бір орыс кемпірі оны көріп күрек ұстатып: әй, соғысқа дейін менің ауламдағы картопты шірітіп жатырсыңдар, көмектес, деп айқай салыпты. Командир не істерін білмей, күрек ұстап 3 сағат бойы картоп қазған. Артынан келіп, бізге, біздің ең қауіпті жау ауыл кемпірлері. Арының алдында танкта қорқып қашат деді. Шал өмір бойы жалғыз тұрған еді. Бірақ бір күні кассетада өзі жай ғана айтып кетіпті. Соғыстан кейін ауылға оралсам, сүйген қызым басқа біреуге күйеуге тиіп кетіпті. Қатты қиналдым. Содан бастап неке дегенге сенбей кеттім. Бірақ сол қыздың қызы кейін ауыл мектебінде менің сабағыма қатысып, мені Төкен аға деп атайтын болды. Көздері дәл шешесіндей еді. Мен оған ешқашан әке болмасам да, мені ең жақсы ардагер деп мақтап жүретін. Сол күндері мені тірілтіп тұратын. Бұл әңгімені тыңдағанда мұғалім Гүлсім апай жылап отырды. Себебі ол сол қыз еді. Соңғы бөлігінде шал былай дейді: қартайған шағымда түнде біреу келіп шахмат ойнағысы келіп жүрді. Ақ шапанды, үнсіз адам. Күнде таңға дейін шахмат ойнап ұтылып кететін. Бір күні: сен кімсің? Десем, өліммін, бірақ сен әзір емессің. Әлі айтпаған әңгімен көп деді. Сол түннен кейін мен әр оқиға айтқан сайын жеңілдей бастадым. Сол үшін бала шағаға әңгіме айту тірі қалудың ең әділ жолы. Сол күзде ауыл балалары бір ауыздан шешім шығарды. Мектептің артындағы бақ ішінде Төкен атаға арналған аты батырдың ертегі тағына айналды. Күнде кешкісін бір бала шығып атадан естіген оқиғасын өзше жеткізеді. Бірі күледі, бірі ойға шомады. Бірақ бәрі біледі, Төкен шал атыс шабыстың емес, адамшылықтың ардагері еді. Күздің бір күнде жаңбыр жауып тұрды. Ескі ағаш орындық үстіне су тамып жатыр. Бір қыз бала келіп, орындыққа бір шылым қойып, жанындағы кәмпитті екіге бөліп отырды. Ата, бүгін мен бірінші рет соғыссыз өмір сүргенім үшін алғыс айтқым келді. Жел баяу соғып тұрды. Бәрі үнсіз еді. Бірақ дәл сол сәтте бір парақ қағаз орындықтан ұшып кетіп, қыздың аяғына келіп қонды.
Онда бірақ сөз жазылыпты. Ертегіні сен жалғастыр. Қараша желтоқсанға ауған бір күні ауыл мұғалімі Гүлсім апай мектеп қоймасынан ескі сандық тауып алады. Ашса ішінен сарғайған дәптер шығады. Қақ ортасына үлкен әріппен жазылыпты. Төкен 1975-1985. Жазылмаған майдан. Балалар, бұл атаның соғыстан кейінгі өмірі туралы күнделігі, деді ол дірілдеп. Бірақ бұны сіздермен бірге оқимыз. Себебі бұл енді елдің мұрасы. Күнделіктің алғашқы бетінде Төкеннің соғыстан кейінгі бір оқиғасы жазылыпты. Ауғанстан шекарасынан оралып, елге келгеннен кейін біраз уақыт Алматыдағы госпитальда жұмыс істедім. Бір күні миналанған аймақтан кішкентай бала аман қалып келді. Аяғы жоқ. Жасы 7-де. Ол бала менің көзіме қарап тұрып: «Аға, мен енді ұшалам ба?» деді. Мен жылағым келді. Бірақ оның алдында болмады. Сол күннен кейін өзіме ант еттім, балаларға енді тек бейбіт өмір тілеймін. Осы беттен кейін ауыл балалары алғаш рет күнделік оқып жатып жылап қалды. Тағы бір күнде мына қызық жазба табылды. 1981 жыл. Ауылымызға поштаға жаңа қыз келді. Аты Сәуле, күлген кезде көзі жұмылып кететін. Әр хатты әдемілеп, ерекше қорапқа салып беретін. Бір күні менің де атыма хат келді. Ашсам ішінде ақ қағаз, ештеңе жазылмаған. Барсам өзі күліп: «Сізге тіпті үнсіздікте хат жолдайды, аға», деді. Сол үнсіз хат менің ең көп сөйлеген хатым болды. Балалар неге Төкен шал ешқашан үйленбегенін енді түсіне бастады. Күнделіктегі ерекше тарау 2-ші майдан деп аталыпты. Онда былай жазылған: «Мен үшін ең қиын шайқас ауылдың ішкі жанжалдары болды. Бір кемпір екінші кемпірмен мазардың кімге тиесілі екенін, бір шопан басқа шопан мен малды кім көбірек баққанын таласады. Адамдар майдан даласында емес, жүрек ішінде бір-бірін жаралайды. Бұл шын соғыс». Ауыл балалары ойланып қалды. Бейбіт өмірде де соғыс бар екенін аңғарды. Бір күні мектеп ауласында тұрған Төкен атаның орындағы жанына ауыл баласы Айсұлтан бір шахмат тақтасын алып келді. Ата шахмат ойнағанды жақсы көрген екен. «Кәне, бүгін ойнап көрейікші», деді. Сол түні Айсұлтан жалғыз отырып ойнады. Қара фигуралармен ойнап отырып: «Мына жүрісті ата сияқты жасайық», деді. Бір кезде тақтадағы бір тастың өз-өзінен қозғалғанын байқады. Тура ат бір орын жылжыды. Айсұлтан шошып кеткен жоқ. Күліп: «Ата, сіз әлі де бізбен ойнап отырсыз ба?» деді. Төбеден әлсіз самал есті. Тақтадағы фигуралар баяу шайқалды. Күнделік соңына таман бір парақ жыртылып, орнына кітап сызбасы салыныпты. Астында: «Көзге көрінбейтін қару сөз. Кімде-кім менің оқиғаларымды жалғастырса, ол бейбіттік сарбазы болады». Сол күннен бастап мектепте атаның сөзін жалғастыр деген пән енгізілді. Балалар әрқайсысы бір-бір хикая құрастырып, бейбіт өмірдің құнын жеткізе бастады. 10 жыл өткен соң ауылда Төкен батыр музейі ашылды. Музейдің ең басты экспонаты атаның орындағы мен күнделігі, ал ішінде бала Айсұлтан жазған кітап тұрды. «Ата мен балалар, соғыссыз соғысшылар». Кітап әлемге тарады. Бір күні ЮНЕСКО ұйымынан хат келді. Адамзатты соғыссыз тәрбиелеу осы ауылдан басталған сияқты. Қыстың бір кешінде бір қыз бала атаның бұрынғы үйінің алдына келіп отырды. Қолында жаңа шыққан кітап. Қар жайлап жауып тұр. «Ата, сіз айтқан ертегілер әлі жалғасып жатыр. Біз енді ешқашан үнсіз қалмаймыз». Сол сәтте алыстан атаның баяғы даусын естігендей болды. «Шырағым, ертегіні айт, бірақ өтірік қоспа. Шындық ең ғажап әңгіме». Қыз жымиып кітапты ашып оқи бастады.